Сәлем құрбылар, бүгін мен сіздермен қайызғақпен мәңгілікке қоштасатын масканың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер шашыңыздағы қайызғақты кетірудің бірнеше жолын жасап көріп, ешқайсысы сізге көмектеспесе, осы маска сізге міндетті түрде көмектеседі. Алдымен менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоямыз. Масканы жасау үшін бізге кәдімгі сүт керек. Екі ас қасық сүт құямыз. Егер шашыңыз сіздің ұзын әрі қалың болып жатырса, 3 қасық немесе 4 қасық сүт құюға болады. Лимонның шырынын құямыз. Мен бұл жерде 3 тілім ғана лимонның шырынын алдым. Сіздер жарты лимонды қолдансаңыздар болады. Содан кейін кәдімгі тіс жуатын пастаны қосамыз. Тіс жуатын балаларға арналған щеткаға пастаны құямыз. Құйғанда мұнда көлемі үлкен негізінде. Ішіне салып араластырамыз. Әбден араластыру керек. Тіс пастасы тек қана қайызғақ қана көмегі тимей, шашыңызды жылтыратады. Араластырып болған соң шашымызға жағамыз. Жаққанда қай жерде қайызғақ көп болады, сол жерге көбірек жағамыз. Арасына батырып жағу керек. Қайызғақ көп жерлерге көбірек жағыңыздар. 15-20 минут, максимум 40 минутқа дейін ғана ұстаймыз. Жуғаннан кейін шашыңыз жылтырап, әдемі болып, қайызғақтарыңыздың кеткенін бір жасағаннан-ақ байқайтын боласыздар. Бұл масканы күнделікті емес, аптасына 3 рет жасасаңыздар жеткілікті. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қоямыз.